Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода мен Alipay'ге қалай Каспий карточкасын тіркеуге болатыны туралы көрсетемін. Каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Видеоны өткізбей қараңыздар, себебі түсінбей қалуларыңыз мүмкін. Alipay'ды ашамыз. Қараңыздар, міне мен деген жерге барасыздар. Банк картасы. Қарап тұрсаңыздар, міне біріншісі Visa, MasterCard, UnionPay, қандай карталарды қолдануға болатыны туралы. Плюс тұр ғой, Edge карт деп, соны басасыздар. Сосын мұнда көрсеңіздер, міне опять көрсетіп тұр. Visa, MasterCard, мына жерде жаңағы тағы да банктар и UnionPay әртүрлі. Мұнда сіз өзіңіз ручной терсеңіз болады. Картаның номер немесе плюсикті басып сканировать етсеңіз болады. Картаны келесіз, өзі автоматом сізге шығарып береді. Міне менде Visa тіркеп жатыр. Мен Каспий Голд сразу астында карт Type Visa деп жазылып тұр. Submit дегенде басасыздар. Міне бұл жерге картаңыздың бетінде тұрады, қай уақытқа дейін жарамды соны белгілейсіздер. Айдаладан әкеп өзіңіз бүгінгі күнді немесе бүгінгі ай мен жылды белгілеп қойып жүрмеңіздер. Мынау картаңыздың, сол тіркеп жатқан Каспий Голд картаңыздың артында 3 цифр болады, құпия код, соны тіркейсіздер. Одан кейін мынау Next Step дегенді басасыздар. Міне осылай сіздердің Каспий Голдтан 0 теңге шешіледі. Ол дегенде сіздің картаңыз жарамды екенін білу үшін осылай Alipay мүлдем ақша шешпейді, жай 0 теңге деп шешіліп көрініп тұрады, шығады. Міне банк картасы дегенді бассаңыз, менің Каспий Голд картам тіркеліп тұр. Бұлай плюсикті басып, тағы карта тіркей берсеңіздер болады. Ода тұрған ешқандай не жоқ. Қараңыздар, Alipay'ге не үшін карта тіркеу керек, не үшін сізге тиімді, себебі бұл Қытайдың Каспий Голд сияқты сіз осы Alipay арқылы кез келген Қытайдың приложениесінде төлем жасай аласыздар. Қазір Pinduoduo'да мысалы Каспий Голдпен төлеуге болады, бірақ оны жай-жайлап алып тастап жатыр, байқасаңыздар, картамен төлеуді. Taobao'да Каспий Голдпен төлеуге болады, бірақ болашақта Poizon, 1688 сияқты сайттардан заказ беретін болсаңыз, сол жерде Каспий Голдпен төлеу деген жоқ. Alipay немесе жаңағыдай WeChatпен төлейсіздер. WeChat туралы да міндетті түрде видео шығады. WeChatқа қалай QR сканерсіз өзіңіз регистрация жасауға болатын туралы жақын арада видео шығатын болады. Сол үшін каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.